Алматы қаласы білім басқармасы, Алматы сән және дизайн колледжінің тігін өндірісі және киімді үлгілеу мамандығының арнайы пән оқытушысы Резалиева Рахатай Серикбаевна. Жеңі жейде пішімді бұйымның конструкциясын шелевиттік қолтық ойынсымен құрастыру. Шелевиттік қолтық ойынсымен киім құрастыру кезеңдері. Бізге алдымен иықты бұйымның негізгі сызбасы керек болады. Бұл сызбаға біз өзгерістер енгіземіз. Және де бізге керекті нүкте P7 нүктесі, G4 нүктесі, G2, G1, P3 және T2 нүктелерді белгілеп аламыз. Бұл сызбада біз G1 нүктені G11 нүктеге, G4 нүктені G41 нүктеге тереңдетіп, екеуінің орта нүктесін G2 штрих нүктемен белгілейміз. Ары қарай P6 нүктеден солға қарай P61 нүктені белгілеп аламыз. Төменде T2 нүктеден оңға T2 штрих, солға T2 екілік штрих нүктелерді белгілеп аламыз. Және де осы белгіленген екі нүктені жоғарда G2 штрихпен түзу сызық арқылы қосамыз. Белгіленген екі нүктеден T2 штрих нүктеден T21 нүктені, T2 штрих нүктеден T22 нүктелерді белгілеп аламыз. Және де осы белгіленген нүктелерді T22 нүктені T нүктеге бір қалыпты қисық сызықпен бел сызығын безендіреміз. Және T21 нүктеден T3 нүктеге бір қалыпты қисық сызықпен бел сызығын безендіріп аламыз. Ары қарай қолтық ойындысын безендіру үшін жоғарда P1 штрих нүктені P3-ке, P3 нүктені G2 штрих нүктеге бір қалыпты қисықпен безендіреміз. Және де P5 нүктені P61 нүкте арқылы G2 штрих нүктеге бір қалыпты қисықпен безендіреміз. Шелевиттік қолтық ойынсымен болған жеңі жейде пішімді бұйымның конструкция сызбасы мына көріністе болып, артқы бой қоңыр түспен безендірілген, мойын ойындысы, артқы бойдың орта сызығы, бел сызығы, T22-де түйіндесет, жоғарда G2 штрих нүктеге бүйір сызығы аяқталады, және қолтық ойындысы G2 штрих, P3 және P1 нүктелер арқылы өтеді. P1 нүктеден A2 нүктеге иық сызығы безендірілген және иық бүкпесі жобаланған. Алдыңғы бой сызбасы жасыл түспен, алдыңғы бойдың мойын ойындысы, ары қарай кеуде бүкпесі, кеуде бүкпесінен A9-да аяқталады, иық сызығы P5-ке келеді, қолтық ойындысы P5-тен P61, G2 штрих, бүйір сызығы G2 штрихтен T21, T21-ден T3-ке дейін бел сызығы безендіріледі. Және T3-тен жоғарға қарай тік сызықпен, бұл бізде алдыңғы бойдың орта тігіс сызығы. Назарларыңа рахмет.